Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен настоящий асып жасау жолымен бөлісемін. Нағыз асып осылай жасалады. Алдын бауырларымызды, өкпелерімізді жақсылап жуып, қайнатып аламыз. Біздің піскен өкпеміз, бауырымызды алып, керек емес жерлерінен жақсылап тазартып аламыз. Керек емес жерлерін алып тастағаннан соң, өзімізге керектілей етіп, ыңғайлатып, кесіп, дайындап қоямыз. Или ет тартқыштан, или болмаса мясорубка көмегімен майдалап аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бауырымызды бір шегеге алып қойып, фаршымызды қойып, жанына пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Мен бауырларды осындай ет тартқышпен майдалап алдым. Сіздер де өздеріңіз қалауларыңыз бойынша майдалап басаңыздар болады. Бір ыдысымызға жақсылап өкпе бауырларымызды саламыз, үстінен фарш пен пияздарымызды салып, өзімізге керектіше дәмдеуіштер саламыз. Мен бұл жерде күрішті жуып, су обязательно суымен құйыңыздар, күріш суда іседі, сондықтан су керек. Сосын өзіміз керегінше дәмдеуіштер саламыз. Тұз, бұрыш, чеснок шығарып салдым, қара зіре салдым. Барлық заттарды салып болғаннан соң, бір-біріне біріккенше әдемілеп араластырып, дайындап аламыз. Менде фарш майсыз болды, сондықтан 50 грамша сұйық майда қостым. Сіздер де қоссаңыздар болады. Фарштарыңыздың майлы, майсызына қарайсыздар. Енді шегімізді алып, бір боршын жақсылап байлап аламыз. Екінші боршыннан баклажканы, бастаманы кесіп алғанмен, соны салсаңыздар ыңғайлы болады. Шек тастап тұрғанға да. Сонымен сол жағынан салып, жақсылап, әдемілеп салып шығамыз. Бостау қылып саламыз. Қатты нығыз болмау керек. Салып болған асіптерімізді жақсылап аузын байлауды ұмытпаңыздар. Жақсылап аузын байлап, бір шекеге алып қоямыз да, қалғанына тағы дәл осы әдіспен давам етеміз. Асіптерді байлап болды. Енді қазанымызға суымызды қойып, ішіне асібімізді салып, қайнатуға қоямыз. Қайнап шыққаннан соң, обязательно көбігіні аламыз. Көбіктерін жақсылап тазалап алып тастаңыздар. Жуалдыздың көмегімен жақсылап асіптерімізді тесіп шығамыз. Ішіндегі кіріп қалған ауалар шығады осылай. Сонымен енді сорпаларымыздың тұздарын салып, лавровый лист салып, сорпаның да дәмін реттейміз. Астыны жай отқа қойып, 45 минут көлемінде пісіріп алдым. Дайын болған асіптерді ыстығынша кесіп, дастарханға тартсаңыздар болады. Дәмі керемет шыққан, сіздерді семьяларыңызға жасап, үйіңіздегілерді қуантыңыздар. Біздікелер сорпасына да салып ішкенді жақсы көреді. Тарелкаға легенге тартсақ та болады, сорпаға салып ішсек те болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.